Сәлеметсіздер ханымдары, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын восточный пирогты әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен ұнымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, осылай крошка жасайтын боламыз. Одан соң қантымызды саламыз. Және де 1 шай қасықта разрыхлителімізді қосып жібереміз. Және 1 жұмыртқамызды шағып қосып жіберетін боламыз. Және де жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, жұмсақ болып шықты. Енді оны 5-10 минутқа тындырып алып қоямыз. Мінекей 5-10 минут өтті. Енді оны арнайы формамызға салып, жан-жағына барлық жеріне әдемілеп жайып шығамыз. Мінекей әдемілеп жайдық. Енді оны шанышқының көмегімен шеттерін осылай басып шығамыз. Бір тегісі әрі әдем болып шығу үшін. Егер сіздерге арнам ұнап жатқан болса, арнама тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Формамызға дайындап алған қамырымыздың үстінен шағылған жаңғағымызды сүйіп шығамыз. Одан соң мейізімізді осылай тоже сүйіп шығатын боламыз. Егер сіздерде кептірілген өрік болатын болса, оны да қоссаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Менде осы жаңғақ және мейіз болғандықтан осы екеуін пайдаландым. Және одан соң сгущенкамызды пайдаланамыз. Және де толық ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді 180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің керемет дәмді восточный пирогымыз дайын.